Ассалаумағалейкум ағайын. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Елекеев. Басқа елдің құрсауынан шығып, егемендікті жариялау толыққанды тәуелсіздікті білдірмейді. 1991 жылдан бері еліміздің толық тәуелсіздікке жету жолында қабылдаған экономикалық реформалар мен жасалған жұмыстарды саралап көрмек мақсатта бүгін біз қонаққа экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылыми академиясының академигі Кенжеғали Сағдиев мырзаны арнайы шақырып отырмыз. Қош келдіңіз, Кенжеге. Біріншіден тәуелсіздігіңіз құтты болсын. Бұл қазақ халқының ғасырлар бойы арманы ғой. Бір адамның емес, бір елдің арманы ғасырлар бойы. Сонда сендіңіз болса тәуелсіздік? Бір күн емес, бір жылдың емес, ғасырдың арманы. Сондықтан бұның қадір қасиеті қазақ халқы үшін өте керемет. Тәуелсіздік дегеніміз не? Ол мынау өзіңнің ата мекеніңде ешкімге жалтақтамай қара шаңырақтың туын тігу. Тәуелсіздік деген өзіңнің жүретін жолыңды өзің анықтау. Тәуелсіздік деген өзің алатын асуларды өзің белгілеу. Өзің еліңнің байлығын ешкімге шашыратпай өзің пайдалану. Өзіңнің жақыныңды да, алысыңды да өзің анықтау. Бұлай өз тарихыңды, өз рухани қорыңды ешкімге бұрмалатпай өзің зерделеу. Міне осындай үлкен мағынасы бар. Бұл күн, сондықтан ертең осы тәуелсіздік күні бүкіл халықты, баршамызды құттықтайық осындай үлкен ұлы жеңіспенен. Кенжеғали Әбенұлы, кішкене салып қойшы мына құлағыңызға, иә. Кенжеғали Әбенұлы. Айта беріңіз. Мен айтайын дегенім, біз сізбен бірге соңғы шақырымда депутат болдық. Сіз сөйлеген кезде тып-тыныш бәрі тыңдайды. Тып-тыныш. Себебі бізде жетіспейтін бір нәрсе экономика саласы мамандар. Оның себебі шығарды деп мен ойлаймын. Себебі осы сіз сияқты азаматтар болмаса экономика саласы бүгінгі қалай дамушы еді? Тікелей елбасымен бірге жұмыс жасадыңыз ғой сол кездері. Дұрыс та болар. Мынау тәуелсіз елдің ең алғашқы іс-қимылы халықтың жағдайын дұрыстау қаралады. Халықтың жағдайы дегеніміз экономика. Сондықтан экономика мынау тәуелсіздіктің тұғыры. Есіңізде болса, ең алғашқы іс-қимылын алдымен экономикадан бастаймын деп біздің президентіміз айтқан. Осының бағдарламасында жасаған. Біз де солардың ішінде сол бағдарламаны орындауға өзімізше ат қосып келе жатырмыз. Мінекей, осы бүгін экономиканың осындай керемет жақсы жағдайы сол алғашқы жылдардағы саясаттың ең басты саясат ретінде ұстағандықтан болып отыр. Мынау тәуелсіздік жылдары өзіңіз білесіз, ең алғашқы жылдар өте қиын болды ғой. Иә. Соны еске түсіріңіз. Иә, өте қиын болды. Ол менің есімде әлі күнге дейін ап-айқын анық бар. Біздің халықтың 1/3-ден артығы кедейшілікке кіріп кетті. Біздің ішкі 1/3 ішкі жалпы өнімнің 30%-дан одан да артығы күрт азайып қалды. Инфляция 1000. Енді инфляция мыңдап кеткен жерлері бар. Ал енді мынау зейнетақы, еңбекақы дегенге бірде төленіп, бірде төленбей жалпы бір күйзелістің ішінде болдық. 3 себебі бар бұның. Біріншіден одақ тарады. Экономика қарым-қатынас күрт үзілді. Екіншіден біз бұрын білмеген, өзіміз қолданбаған, тіпті тарихи жағдайы сол алғашқы жылдардағы саясаттың ең басты саясат ретінде ұстағандықтан болып отыр. Мынау тәуелсіздік жылдары өзіңіз білесіз, ең алғашқы жылдар өте қиын болды ғой. Иә. Соны еске түсіріңіз. Иә, өте қиын болды. Ол менің есімде әлі күнге дейін ап-айқын анық бар. Біздің халықтың 1/3-ден артығы кедейшілікке кіріп кетті. Біздің ішкі 3/3 ішкі жалпы өнімнің 30%-дан одан да артығы күрт азайып қалды. Инфляция 1000. Енді инфляция мыңдап кеткен жерлері бар.
Ал енді мынау зейнетақы, еңбекақы дегенге бірде төленіп, бірде төленбей жалпы бір күйзелістің ішінде болдық. Үш себебі бар бұның. Біріншіден одақ тарады. Экономика қарым-қатынас күрт үзілді. Екіншіден біз бұрын білмеген, өзіміз қолданбаған, тіпті тарихи санамызда жоқ экономикалық жүйе жасауға кірістік. Үшіншіден мынау халықаралық ұйымдар, халықаралық валюта қоры, Америка құрама штаттары, басқа дамыған елдер, сендер тезірек нарық экономиясына көшіңдер. Мынау нарыққа билікті араластырмаңдар. Билік тек қана түнгі күзетші ретінде мемлекет отырсын. Тезірек бағаны жіберіңдер. Тезірек жеке меншікке айналдырыңдар. Тезірек сауда жүйесін ырықтандырыңдар, ашық қойыңдар дегенге осындай бізге үлкен ұсыныстар қойып, және ол ұсыныстарды тек қана қойып қойған жоқ. Егер осыларды жасасаңдар, сендерге қаржы береміз. Егер жасамасаңдар болмайды деген сондай осы мәжбүр қылып жасаған дүние. Осы үш себептен біздің сол кезде күрт өзгеріп кетті. Ал енді содан кейін біз бағытымызды дұрыс ала бастадық. Өйткені президент, елбасы сол қиын жағдайдың өзінде аналардың айтқанына қарамастан билік жүйесін, әсіресе экономиканы реттеуді өз қолынан жіберген жоқ. Сондықтан да тезірек шаралар қолданды. Сондықтан да мынау 2020-да 2030 деген үлкен бағдарлама жасады. Халықтың қайыққа жүретін жолы анықталды. Көптеген іс-қимылдар сол кезде басталып, өте екпінді түрде жол. Бүгін мінекей жақсы экономика келіп отырмыз. Енді бүгін мысалы біз президенттің 2050 жылға арналған жолдауы болады деген хабарды естіп отырмыз. Кеше айтты оны. Иә, 2030 жылы. 2030-ды біз бітірдік дегендей әңгіме айтылды кеше. 2030-ды бітірдік дегенге оның толық негізі бар. Негізінен бітірдік деген. Біріншіден экономикалық жүйені құрамыз деп құрдық. Демократиялық қоғамды құрамыз деп құрдық. Заман талабына сай саяси әлеуметтік құрылымды жасаймыз дедік, оны жасадық. Қазір қор жиналды, тәжірибе бар, кадрлар шыңдалды. Біз көптеген жағдайға өзіміз осы көзіміз ашылды. Сондықтан бізге енді бір жаңа серпін керек. Келесі бір 20-30 жылға қарай қол сілтейтін бағдарлама керек. Міне осы жағынан президенттің осы қазіргі болатын жолдауын мен тығыз қолдар едім. Кенжеғали Әбенұлы, енді әртүрлі не бар ғой, көзқарас бар ғой. Бүгін күнде Қазақстанның жетістіктерін айтсаңыз. Біз енді үлкен недерменен, өлшемменен айтсақ, ғасырлар бойы көшбасының ең соңында жүрген едік. Мінекей осы 20 жылдың ішінде бар болған біз әлем елдерінің бел ортасына шықтық. Және тек қана бел ортасы емес, осы анау ең озық 50 ел бар ғой. Соның қатарына, санатына қосылуға азақ уақытта қалды, азақ қадам да жасау керек болды. Мінекей жетістік деген осы. Қазақ елін бүкіл халық таныды, бүкіл халық. Қазақ елінің астанада бүкіл әлем көңілін аударып отырған қалай алқалы жиындар өтіп отыр. Ал біздің президент бүкіл әлем деңгейіндегі үлкен саясаткер, үлкен дипломат, үлкен мемлекеттік қайраткер. Біз осы мінекей осының бәрі біздің қазақ елінің толық жетістігі. Елбасының да жетістігі, біздің де жетістігіміз. Мен кейбірде мақтаныш ретінде айтып жүрмін, Кенжеғали Әбенұлы. Ана Біріккен Ұлттар Ұйымына армандайды дедік қой, баруын армандайды дедік қой. Қазір Біріккен Ұлттар Ұйымы келіп өзімізде біздің төрімізде отырып, сол өздері жиналысын осы жерде өткізді. Міне қандай жетістікке жеткеніміздің арқасымен. Сол тағы да бір сұрақ қойын деп отырмын сізге. Мынау халықаралық көрме өтейін деп жатыр 2017 жылы. Біз де тұр айқайлап шулап жүрдік. Соның ішінде мен де сол айқай. Бірақ оның мазмұнын мен түсінген жоқпын. Сіз экономист ретінде бұл бізге не береді бұл экспо 2017? 150-ден аса мемлекеттің бізге экспо 2017-ні біздің елде өткізу туралы жабық дауыспен берген шешімі. Бұл біздің елдің жоғары беделінің айқын айғағы. Басқа да таласқан осыған елдер болды.
Ал енді экспо не береді бізге? 2017 жылы 3 айдан артық мерзімде бүкіл дүние жүзінен Қазақстанның көрмесі ашылады, Қазақстанда көрме ашылады. Озық үлгілер, жаңа технологиялар, жаңа техникалар. Мінекей, біз соның астанасы боламыз. Оны көруге мамандар келеді, оны көруге бизнесмендер келеді, оны көруге басшылар келеді, оны миллиондаған туристер келеді. Сөйтіп, бұл бір үлкен осы мынау жаңалықпен сусындаған орталыққа айналады. Ал енді өзіміз болсақ, біз де соны көреміз, соның ішіндегі озық үлгілерді, жаңа техниканы, жаңа технологияны бойымызға сүруге бізге де тырысамыз. Бұл біздің инновациялық дамуымызға жаңа серпін беретін мүмкіндік, жаңа серпін беретін шара. Оның үстіне мынандай өзі көрмені ұйымдастырып отырған елге инвестиция да келеді. Бұған сенім де молаяды. Сондықтан біз осы қай жағынан алсақ та осы бізге өте тиімді шара деп ойлаймыз. Ол мен түсінімше Астананы да өзгерістер көп болады ғой. Астанада 5 жыл ішінде қаншама құрылыс болады. Астана қазір де көркейіп тұр. Оның үстіне жаңа ғимараттарды 100 гектар жерге жаңа ғимараттар жасау керек. Сол бұдан да Астананың көркі бұдан да жоғары болады. Мінекей Астанаға да келетін үлкен көмек жасайтын үлкен әсер осында. Экономист ретінде Кенжеғали Әбенұлы, қандай мәселелер қозғалуы мүмкін деп ойлайсыз бүгін сағат 3-те? Президент өте үлкен бастаманы бастады. Жаңа айттық қой, алдымен экономика деп. Енді мынау әлеуметтік саясат, әлеуметтік жаңғыру, социальный модернизация дейді ғой. Міне осы мәселені президент қолына алғанына 2-3 жылдың маңайы болып қалды. Анау бүкіл қоғамдағы барлық адам еңбекке тартылсын, еңбекпен жұмыс істесін деген осының бір бөлегі. Менің ойымша осы әлеуметтік жаңғырудың тағы да үлкен бағыттары осы жолы сөз болады ғой деймін. Өйткені бұл халықтың алдындағы, елдің алдындағы мынау жаңа біздің бұрынғы жинаған табыстарымыз негізіндегі ендігі жасайтын шаруа халықтың жағдайын бұдан да әрі жақсартып, жан-жақты осы елді дамыту. Кенжеғали Әбенұлы, тағы да бір сұрақ қойын отырғам, жақын арада елбасы бүкіл әкімдер жинады ғой. Сонда тағы да өзінің бір басқа бір қырынан көрсетті. Қарапайым адам екенін. Әкімдерге айтты. Шырақтар, біз халық үшін жұмыс жасап жатырмыз ғой деген өзінің пікірін айтты. Соған сіз осы әкімдермен жиналған кезде байқадыңыз ба? Елбасы осындай қарапайым тілмен жеткізген. Сіз енді маған менен гөрі сіз жиі кездестірген адам ретінде мен сұрап отырмын ғой енді. Енді елбасын алғы мақтай берді деген емес. Бұл кісі мынау халықпен сөйлесуге өте дайындығы мол адам. Әкіммен әкімші сөйлеседі, қарапайым халықпен қарапайымша сөйлеседі, басшымен басшысы ана шетелдің үлкен басшыларымен нағыз басы майталман дипломат ретінде сөйлеседі. Сондықтан бұл кісінің өзі жан-жақты дайын. Ал енді жаңағы айттыңыз әкімдермен кездескен. Соның бір үлкен жаңалығы бар. Бұл да мынау әлеуметтік жаңғырудың бір жолы болуға тиіс. Анау жергілікті әкімшілікке көбірек кеңшілік жасау, соған демеу жасау, олар халыққа ең жақын басқару ұйымдары, солар халықтың мұң-мұқтажын жақсы біледі. Егер соларға демеу жасап, соларға құқық беріп, соларменен халықты тығыз байланыстырсақ, біздің дамуымыз бұдан да жақсы болады. Онда қоғамның жарастығы, үлкеннің кішіменен, басшының қосшыменен жарастығы да мол болады. Сондықтан бұл бір үлкен саясат, концепция шығайын деп жатыр. Мен ол концепцияны жақсылап оқыдым. Осы жергілікті басқару жұмыстарының одан әрі қарай дамыту концепциясы сол бір біздің мынау сәл әлеуметтік жаңғыру саласының үлкен бір бағыты, бағдарламасы және үлкен жетістік апаратын жолы болады. Сол өз-өзін басқару жүйесі туралы, концепт туралы бір-екі сөз айтып кетсеңіз. Себебі мен түсінуімше жергілікті әкімдерге бір билік беру керек деген сөз ғой. Солай деймін. Жергілікті. Жалпы
бұл қысқаша айтсақ, бұл барлық басқару мүмкіншіліктерді, басқару тетіктерін орталыққа жинай беру емес. Анау жергілікті жерлерге, сол халықпен тікелей араласқан басқару жүйелеріне беру деген сөз. Және оны тек қана беріп қою емес, оларға осындай өзінің міндетін дұрыс атқару үшін мүмкіндік жасау, қолдарына қаржы беру тиісті. Осындай шаралар. Мінекей осының барлығы жаңағы концепцияда қаралған. Жаңа Кенжеғали, тағы да бір елбасы бір жаңалық айтты сол кезде. Мынау жер қойнауындағы байлықтарды жерге беру туралы. Ол да сол жаңағы жергілікті жерге мүмкіндік жасау деген, мүмкіндік қолына қаржы беру, басқа мүмкіндік деген, мысалы жер байлығы бар ғой. Жер байлығы бар, кен байлығы бар, игерілмей жатқан жерлер бар. Соны енді одан мораторийді өзгертіп, қысқартып, тоқтатып, енді мүмкіншілігі болып, егер шетелден инвестиция әкелем, осыны игерем деген жергілікті басқару мекемелері болса, әкімшіліктер болса, соларға беруге мүмкіндік бар. Кенжеғали, мына елбасының 1992 жылы 20 маусымда берген сұхбатында былай деген екен: шикізат қана шығара бермей, дайын өнімдер шығаратын болайық деген сөз айтты. Бұған қалай қарайсыз? 97 жылы айтқан екен. Ол айтылған дұрыс пікір. Өйткені дүние жүзінде экономика қай жағдайда таниды? Әр тараптырылған жағдайда. Мынау әсіресе өңдеуші сала жақсы дамыған жағдайда ғана экономика жоғары көрсеткіштерге жете береді. Осыны президент дұрыс айтты. Бірақ оған үлкен қаржы керек, оны орындау үшін. Үлкен қаржы керек. Өйткені жаңа кәсіпорындар салу керек. Ескі кәсіпорындарды қайтадан жаңартудан өзгерту керек. Дәл 92 жылы бізде ондай қаржы болған жоқ. Сондықтан бұл бағыт болып қалды. Келешекте келетін 2003-2004 жылдар біз осыған қайта келдік. Ана индустриялық стратегияны алғанымызды білесіздер ғой. 2003 жылы қаншама оған қаржы бөлінді, инновациялық ұйымдар құрылды. Бірақ дегенменен осының бәрін самарқау жасадық. Бұның барлығын. Ал нағыз кіріскен кезіміз 2011 жылы. Үдемелі индустриялық инновациялық даму. Осы 2 жылдың ішінде 500-ге жақын кәсіпорын, жаңа технология негізі жақын кәсіпорын құрылды. Мінекей біздің жақсы бет алғанымыз, өңдеуші саланы жедел дамытуға бет алғанымыз осы кезең. Мен ойлаймын, осы 2017-2020 жылдарға қарай біз толыққанды әр тараптандырылған экономикаға ие боламыз деп. Кеше осы мен бір хабардан бізден үзінді көрсетті, кім Әсет Исекешев, Америка құрама штатында жүр екен. Сонда бір хабарда айтылып қалды, инвестиция тарту үшін жүргендігін. Бізде өзімізде қаражат жоқ па? Экономист ретінде. Бізде қаражат бар. Бізде триллиондаған қаражат пайдаланылмай жатыр. Мынау зейнеткерлердің қоры бар ғой? Иә. Онда қанша ақша бар? Иә. Депозитте қанша ақша бар? Коммерциялық банкілерде де 10-12 миллиардтай қазір доллардай пайдаланылмай жатқан қаржы бар. Әңгіме осының пайдалану тетігін табу. Жақсылап тұрып. Әрине шетелден келген инвестиция артықшылығы болмайды, бірақ өз ішіміздегі, өзіміздің мына қаржы мүмкіншіліктерімізді дұрыс пайдалану, бұл да өмірдің бір кезекті мәселесі. Тағы да телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Алло? Иә, тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Мен бірінші сіздерді Қазақстан тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Екіншіден Кенжеғали Сағатиев мырзаға қояр сұрағым. Мына 2017 жылғы ел экономикасы дамуына қандай пайда келеді? Кім дейді? Сол сұраққа как экономист ретінде жауап берсеңіз. Экспо дедіңіз ғой? 2017 дейді. 2017 жылғы экспо дамуға қандай әсер етеді? Бірінші әсері біздің елге жаңа технология, жаңа техникалар келеді. Соның үлкен көрмесі болады. Бүкіл әлем өзінің озық үлгілерін алып келеді. Біз өз елімізде отырып, осыны жақсылап тұрып, сараптап, біздің мамандарымызға, біздің бизнесмендерімізге көрсетіп, соның ішінен бізге керек технологияларды, бізге тиімді технология таңдап алуымызға болады. Мынау біздің экономиканың әсіресе инновациялық дамуына сүретін әсері өте жоғары. Екіншіден біздің елімізге инвестициялар келеді.
көптеген инвестициялар келеді. Қаржы ешқашанда артық болмаған қай елге де, біздің елге де бұл жаңа серпін. Үшіншіден, қазақ елін тағы да бір жаңадан тануға бүкіл әлем елдерінің мүмкіндігі бар. Бізге миллиондаған туристер келеді, миллиондаған мамандар келеді, бизнесмендер келеді. Ана озық үлгіні көруге, біз өзіміз Қытайда да мен болғам сол көрмеде, миллиондаған адамдар жүреді. Бұл да қазақ елінің беделін арттырады, қазақ еліне деген экономикалық қарым-қатынасты күшейте бастайды. Сондықтан бұның экономикаға тиімділігі бірден бір жоғары деп айтар едім. Кенжеғали Әбенұлы, қазіргі халықаралық қауымдастықта Қазақстанның орны қандай? Жаңа сіз шет жағасын ғана айтып кеттіңіз. Қысқаша айтайын. Бүгін жаңағы әлем елдерінің бел ортасындағы еліміз дедік қой. Ең озық елдерге жақын қалдық. Өте жоғары орын. Бір. Қазақ елін бүкіл әлем біледі. Бұрын ешкім білмейтін қазақ елін бүкіл әлем біледі. Біздің елбасы әлемдік деңгейдегі саясаткер, әлемдік деңгейдегі мемлекеттік қайраткер. Қазақ елінде ылғал алқалы жиын, әлем төңірегіндегі үлкен алқалы жиындар өтіреді. Мынау 2017 жылғы көрмеде осы соның бір үлкен айғағы. Сондықтан біздің еліміз бүгін осы өркениетті елдердің ішіндегі көрнекті де жақсы көрінетін елдің бірі деп айтамын. Кенжеғали Әбен, кеше мен тыңдадым, Путиннің жолдауын тыңдадым мен. Мен салттырма ретінде сайын дегенім ғой. Кеше көрдіңіз ба, көрген жоқсыз ба, тыңдадыңыз ба, тыңдаған жоқсыз ба, о кісі үндеу жолдады. Өзінің халқына, еліне үндеу жасады. Сондағы бізде, мен ойлап отырмын, экономиканы біз көтердік. Енді саяси көтеріс осындай деңгей көтеріле ме? Қалай деп ойлайсыз? Әрине көтеріледі. Әрине көтеріледі. Бұның өзі кезекпе-кезек жүріп келе жатқан үрдіс, даму үрдісі. Алдымен экономика дедік. Әлеуметтік сала дегеніміз не? Әлеуметтік жаңғыру дегеніміз не? Ол саясатсыз болмайды шаруашылық. Оның тікелей саясатқа да өзінің ықпалы бар. Саясаттың әлеуметтік жаңғыруға да ықпалы бар. Демократиялық қоғамға да үлкен ықпалы бар. Сондықтан бұның бәрі бір-бірімен жалғасып жүру керек. Ал енді соңғы менің сұрағым бүгінгі болатын жолдау. Бүгінгі болатын жолдау. Сіз соған асығыс отырсыз. Мен біліп отырмын. Қайта сағатыңызға қарап. Үлгересіз. Айтсаңыз болды осы хабардан келатырмын деп. Мынау келесі жолдау да 20-30 жолдау сияқты сәтті болуын тілеймін. Келесі жолдауға да халықтың жақсы ұмтылуын, соны бәрімізде соған соны орындауға ұмтылып, ынталы болуын тілеймін. Келесі жолдау біздің елді бұдан да жоғары сатыға көтереді. Сол құтты болсын. Бәрекелді. Бүгін көзқараста қонақта болған Қазақстан Республикасы академиктерінің бірі, профессор Кенжеғали Сағдиев. Тәуелсіздік күні құтты болсын, құрметті көрермен. Еліміздің көк туы мәңгілік биікте желбіресін. Аман сау болайық.